Сәлем балалар, бүгін біз ағылшын тілінде Advanced Phrasal Verbs and Idiomatic Expressions, яғни күрделі фразалық жетістіктер мен тұрақты тіркестерді үйренеміз. Осы сабақты бастауымызға дейін сіздерге дәптерлеріңізді дайындап қойып, барлығын жазып отыруыңызға сұраймын. Ағылшын тіліне жетік адамдар күнделікті сөйлеуде осындай тіркестерді жиі қолданады. Олар арқылы сенің сөзің табиғи, еркін және нағыз native speakerге ұқсас естіледі. Біріншіден, phrasal verbs деген не? Phrasal verb бұл етістік плюс шылау немесе үстеу, бірақ мағынасы жай сөздердің тікелей аудармасынан өзгеше болады. Мысалдар, come up with жаңа бір идея ойлап табу. Break down бұзылып қалу, мысалы көлік немесе адамның эмоциялық күйреуі. Look forward to ол бір нәрсені асыға күту. Мысалы, I look forward to our next lesson. Келесі сабағымызды асыға күтемін. Енді idiomatic expressions, яғни тұрақты тіркестер. Бұл тіркестердің мағынасы тура аудармамен сәйкес келмейді. Оларды сол күйінде жаттап қолдану керек. Мысалы, hit the books, көп оқуға отыру, емтиханға дайындалу. Under the weather, өзіңді нашар сезіну, ауырып қалу. Bite the bullet, бұл қиын жағымсыз нәрсені істеуге бел буу. Мысалы, I'm feeling under the weather today. Бүгін өзімді онша жақсы сезініп тұрған жоқпын. Келесі сайтта бірнеше күрделі фразалық жетістіктердің мысалдарын қараймыз. Run out of, ол бір нәрсе біту, таусылу. Come down with, ауырып қалу. Carry on, жалғастыру. Get away with, жазасыз құтылу. Pull off, қиын істі сәтті орындау. Turn down, бас тарту. Мысалы, she pulled off the presentation even without preparation. Ол дайындықсыз-ақ керемет презентация жасап шықты. Ал енді бірнеше idiomatic expressions. A piece of cake, ол өте оңай деген мағынада. The last straw, шыдамның соңғы шегі. Kill two birds with one stone, бір оқпен екі қоян ату. Once in a blue moon, өте сирек. In hot water, қиын жағдайға түсу, мәселе болу. Мысалы, the test was a piece of cake. Тест өте оңай болды. She only visits once in a blue moon. Ол өте сирек келеді. Енді осы тіркестерді контекстте қолданған бірнеше сөйлемге қарайық. Don't worry, the test will be a piece of cake. Уайымдама, тест өте оңай болады. He turned down the offer. Ол ұсыныстан бас тартты. Let's kill two birds with one stone and do homework on the bus. Автобуста отырып, үй жұмысын істей салайық. Екі істі бірден бітірейік. Жарайды. Енді кішкентай жаттығу жасап көрейік. Мен сөйлемдерді оқимын, сендер оларды мағынасына қарай сәйкестендіріңдер. First, run out of. Second, bite the bullet. Third, kill two birds with one stone. Fourth, the last straw. Fifth, come down with. Сәйкес мағыналар: A. Соңғы тамшы, шыдамы таусылу. B. Ауырып қалу. C. Қиын нәрсені істеуге бел байлау. D. Бір нәрсе таусылу, бірден екі істі шешу, ол E. Енді жауаптарды оқиын. 1, 2, 3. Жауаптар: 1 D, 2 C, 3 E, 4 A, 5 B. Керемет, бүгін біз өте қызықты және пайдалы тақырыпты өттік. Фразалық жетістіктер мен идиомалық тіркестер арқылы сендердің ағылшын тіліндегі сөйлеу мәнерлерің бір сатыға жоғары көтерілді. Сау болыңыздар, great job!